Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен электронды кітаппа немесе қағаз кітаппа екеуінің артықшылықтары мен кемшіліктері жайлы айтамын. Егер де видео қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Кітап оқу адамды дамытатынын өте жақсы білеміз. Осы карантин кезінде уақыттарыңызды бос өткізбей, мен оны кітап оқуға арнауды кеңес беремін. Осы жерде мен кітап оқудың жалпы пайдасы қандай, соларға тоқталып кетейін. Біріншіден, әрине ол кітап оқу сіздің сөздік қорыңызды көбейтеді. Екіншіден, кітап ол сіздің қоршаған ортаңызбен тез тіл табысуға көмектеседі. Үшіншіден, кітап сізге сенімділік береді. Төртіншіден, кітап оқу сізді азырақ уайымдауды үйретеді. Яғни стресті азайтады. Бесіншіден, кітап оқу ол сіздің миыңыздың жұмысын жақсартып, ойлау қабілетіңізді арттырады. Алтыншы, кітап оқу сізді Альцгеймер ауруынан, яғни ұмытшақтық ауруынан қорғайды. Жетіншіден, кітап оқу сізді жасартады. Сегізінші, кітап оқу сіздің түрлі қыр-сырларыңызды аша бастайды. Тоғызыншы, кітап ол сіздің ұйқыңызды жайлы етуге көмектеседі. Оныншы, кітап оқу сіздің зейініңізді арттырады. Осындай кітап оқудың 10 пайдасы бар екен. Егер де маған сенбесеңіз, міндетті түрде кітап оқып көріңіз. Өз басым осы карантин аяқталғаннан кейін сіздермен оқыған кітаптарыммен міндетті түрде бөлісемін. Негізі 2017 жылдан бастап мен жылына кемінде 20-30 кітапты оқимын. Оған дейін жылына кемінде бір 3-4 кітап оқыған шығармын. Есімде жоқ. Бұл жерде әрине iBookU.kz кітап құмарлар клубының оның ұйымдастырушылары Марина Шарипова және Айна Досмұхамедқызының үлкен ықпалы тиді деп айта аламын. Оларға деген алғысым шексіз, екеуі де керемет мотивация беретін, кітапқа деген құмарлықты арттыратын жандар. Олардың инстаграм парақшасын мен төменде міндетті түрде жазып қалдырып кетемін. Міндетті түрде оларға жазылыңыздар. Солардың ықпалымен, әсерімен десем де болады, мен қазір айына 1 немесе 2 кітапты оқуға тырысамын. Әрине, бұл жерде мен таңертеңнен кешке дейін кітап оқимын деген сөз емес, себебі менде өзімнің жұмысым бар, жанұям бар, достарым бар. Сондай-ақ жұмыстан тыс өте көптеген проектілерім бар. Бірақ соларға қарамастан мен күніне 1 немесе 2 сағат кітап оқимын. Оның арасында өзімнің жұмысыма байланысты ұзақ, саны жоқ, заңдарға кіргізілген жаңа өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ жаңадан шығып жатқан заңдардың барлығын қарап, зерттеп отыруға тура келеді. Сонымен кітаптың маған қай түрі ұнайды? Көбінесе электронды ма немесе қағаз түрі ма деп айтатын болсақ, 2 варианты да ұнайды өте қатты өзіме. Себебі қағаз кітаптың да электронды кітаптың да өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Олар қандай, соларға тоқтала кетейін. Қағаз түріндегі кітаптың артықшылығы, оны қанша оқысаң да көзіңмен басың ауырмайды. Енді мен өз басымды айтып жатырмын. Сондықтан да күніне 20 бет оқисыз ба, 50 бет оқисыз ба, ол ешқандай көзім немесе басым одан ауырмайды. Кемшілігі, кейбір кітаптарды өзіңмен қалаған жеріңе алып жүре алмайсың. Мысалы үшін, мынау мен көшпенділерді айтатын болсам, Ілияс Есенберлиннің бұл кітап көріп тұрғандарыңыздай A4 форматта өте ауыр. Бұны кез келген жерге алып өзіңмен жүре алмайсың, себебі кез келген әйелдің сумкасына сия бермейтін формат, былайша айтқанда. Электронды кітаптың артықшылығы
иә, ол жеңіл, яғни кез келген сумкаға салып алып кете беруге болады, көп орынды алмайды, қалаған жерде алып жүруге болады. Ал кемшілігі, бұл электронды түрде кітапты мен 20 немесе ары кетсе 30 бет қана оқуым мүмкін, одан ары қарай оқи алмаймын, себебі көзім ауырады, басым ауырады дегендей. Сондай-ақ кей кездері зарядкасы бітіп қалған кезде сол жаңағы зарядтайтын құралды қосып отырып оқуға тура келеді. Ол маған кішкене ыңғайсыздық тудырады енді. Электронды кітаптардың артықшылығы, оны бір электронды, яғни планшеттің ішінде, мысалы үшін менің 100 кітабым бар. Әрине оны 100 қағаз түрінде кітапты сіз өзіңізбен көп алып жүре алмайсыз. Бір кітаптың өзі мысалы үшін қандай ауыр болады. Сондай-ақ мен қатты мән беретін нәрсе, ол кітаптың жаңағы обложкасы немесе мұқабасы дейміз ғой, оның сапасы, солардың барлығына өте қатты мән беремін. Мысалы, мына кітаптың түр түсіне мысалы үшін өте ұтымды шыққан деп ойлаймын өз басым. Сапасы да, ішінде жазылған дүниелер де өте сапалы. Бұл бірақ менің көбінесе кітаптарды жаңағыдай твердый обложкамен алған ұнатамын. Бұл жерде твердый емес, қатты емес, сондай-ақ жұмсақ емес деп айтуға болады. Осы кітап білмеймін, маған қатты ұнады. Сондай-ақ ішіне мән беретін нәрсе, ол мынау ішіндегі беттердің түсі. Олар міндетті түрде мен үшін ақ болу керек. Сондай-ақ жаңағыдай твердый обложканы айтатын болсақ, мына жерде ол твердый, мұны қатты, яғни обложкасы қатты деген кітаптар. Исай Калашниковтың кітабын алатын болсақ та, бұның да обложкасы өте қатты, ұтымды, жақсы шыққан. Бірақ өкінішке орай ішіндегі кітаптың беттерінің түстері кішкене сұрғылттау, қатты ақ емес. Сондай-ақ мына кітапты Луис Кэрроллды маған литературный школада бірге оқитын танысым Анна деген жақында бүкіл әлемдік кітап күні болған кезде сыйлаған болатын. Обложкасы мықты, обложкасы твердый, бірақ бұның да ішіндегі беттері кішкене сұрғылттау. Сондай-ақ айта кететін мынау Сапиенс Хараридің кітабы өте қатты ұтымды шыққан деп өзім ойлаймын, себебі обложкасы, жалпы сапасы өте қатты мықты жасалған, және де мынау форматы, яғни өте оқуға, ұстауға өте қатты ыңғайлы, өзіме қатты ұнады. Сондай-ақ осы уақытқа шейін алған кітаптарымның ішінде ең қатты қазір ұнап тұрған, яғни обложкасын айтып тұрмын, обложкасы мен мынау ішіндегі беттерінің ақ болғаны, сондай-ақ мынау форматы ұстауға ыңғайлы болған. Осы мынау Думбадзенің кітабы ғана ұнап тұр қатты осы кезде әзірше. Кітапты көп оқитын адам түбінде өзі кітап жазады деп айтқан екен баяғыда біреу. Енді оны қазірге кім айтқаны нақты есімде жоқ, бірақ ол айтылған сөзге мен толықтай қосыламын, себебі соңғы 3 жылдай уақытымды осы кітап жазуға да арнап жүрмін. Егер бұйырса, жақында ол кітаптың да тұсаукесері болып, сіздерді сол тұсаукесерге шақырып та қалармын. Мен жылына кемінде 5-6 кітап, яғни қағаз жүзінде кітап сатып аламын. Оған қоса менің, яғни достарым, туыстарым, немесе таныстарымда жылына 3 немесе 4 кітаптай қағаз жүзінде кітапты сыйлыққа беріп жатады. Туған күн қарсаңында немесе мерекеге байланысты беріп жатады. Сонымен қатар Instagram желісінде де өте көп түрлі конкурстарға қатысып, ол жерде де мен электронды кітаптарды жеңіп алып,
сол кітаптарды алып жүктеп аламын өзіме. Кей кездері жаңағыдай онлайн оқимын электронды кітаптарды. Сондай-ақ бір уақытта мен 4 кітапқа дейін оқи аламын, егер олардың жанрлары мен авторлары бөлек-бөлек болса. Себебі мен өткен жылы ғой деймін, Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы мен сол Сәбит Мұқановтың Аққан жұлдыз атты, яғни Шоқан Уәлиханов туралы жазылған туындысын оқыған кезде, шынымды айтсам, миым қатты ашып кетті. Себебі екі түрлі кітаптағы кейіпкерлер мен оқиғалар бір-бірімен араласып, басымда үлкен каша болып кетті, шынымды айтсам. Сондықтан да жаңағыдай Ботагөзді кейінге сырып қойып, мен Аққан жұлдызды бірінші оқып, соны бітіріп, одан кейін арасында тағы да бір басқа бір автордың туындысын оқып барып, кейін Ботагөз романын оқыдым. Сондай-ақ 4 түрлі жанрдағы оқитын кітаптарым, ол біріншісі қазақша роман болса, екіншісі бизнес және мотивацияға байланысты ағылшын кітабы болуы мүмкін. Үшіншісі психологияға байланысты орысша кітап болуы мүмкін. Ал төртіншісі мынау автобиография дейміз ғой. Автобиография, яғни ағылшын тілінде болуы мүмкін. Сондай жаңағыдай бір-біріне ұқсас емес тілдер, авторлар, жанрлар болған кезде ғана 4 кітапты қатар алып оқи аламын. Сосын осы жерде тағы да айта кететін нәрсе, осы электронды немесе қағаз жүзінде кітапқа қоса, соңғы кезде мынау аудио кітаптарды өте қарқынды өсіп келе жатыр. Оларға деген сұраныс өте қатты өсіп келе жатыр. Сондықтан да көбінесе мынау жолға немесе алыс сапарларға шыққан кезде мен осы аудио кітапты тыңдаған жақсы көремін. Себебі өкінішке орай ешқандай көлікте қағаз жүзінде болсын, электронды жүзде кітап болсын, ешқайсысында оқи алмаймын. Тек қана аудио кітапты тыңдауыма тура келеді. Аудио кітаптар уақыты өте қатты үнемдейді, себебі сіз 1 сағат ішінде бір кітапты тыңдап тастауға болады. Осымен бүгінге сіздерге кітап жайлы дайындаған шағын ғана ақпаратым осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз. Сондай-ақ төменде комментарийде сіз қандай кітап оқисыз? Қағаз әлде электронды? Сол жайлы міндетті түрде жазып кетіңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.